сәлеметсіздер ме балалар? Қазіргі заман әдебиеті пәні оқытушысы Омарова Бағлан Советқызы. Сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылығы. Қаралатын сұрақтар: ақынның өмірбаяны, қоғамдық қызметі, шығармашылығы және марапаттары. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданы Қасқасу селосында дүниеге келген. Мамандығы филолог. Ақын есімінің Мұхтар болуының да өзіндік сыры бар. Өз есімінің Мұхтар қойылуын ақын «Мені неге Мұхтар қойған» өлеңінде былай деп баяндайды. Мықтылардың күйін шертіп өтер күн, заман терек, адам соның бұтағы. Мен туғанда достым сенің әкеңнің жазылыпты Абай жайлы кітабы. Менің әкем соны оқып, ұзақ түндер отырыпты оңаша, бір биікпен табыстым деп тамаша, шаттаныпты балаша. Айқарашып аспанын, жинап барлық достар мен қастарын, ниетімді құптар деп, бұл есімде ерекше бір құт бар деп, мына мендей перзентіне сол күні ат қойыпты Мұхтар деп. 1969 жылы Шымкент педагогикалық институтын бітірген. Лениншіл жас газетінде қызмет атқарады. 1976 жылдан Қазақстан КСР Министрлер кеңесінің баспа, полиграфия және кітап саудасы жөніндегі мемлекеттік комитетіндегі бөлім бастығы. Жалын журналының бас редакторы. 1993-2003 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінде болады. 2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты қызметін атқарады. 2004 жылдан мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы. 2010 жылдан тәуелсіздікті қорғау атты 50-ден астам қоғамдық ұйымдардың, партиялардың, баспасөз орындарының басын қосатын халықтық демократиялық қозғалыстарының төрағасы. Ақынның қоғамдық өміріне тоқталатын болсам, оның 4 ерлігісін айтпай кетуге мүлдем болмайды. Бірінші ерлігі бүкіл әлем назарын тартылып бара жатқан Арал мәселесіне аударуы. 1988 жылы Американың Атланта қаласында сөз алған Мұхтар Шаханов Арал проблемасын дүниежүзілік деңгейге көтеріп, тартылған теңізі ғана емес, өмірге жыл сайын мыңдап келіп жатқан мүгедек сәбилерді де құтқару керектігін сөз етеді. Ақынның екінші ерлігі 1989 жылы бүкіл одақтық пленумда Кремль төріне көтеріліп, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне бір жақты баға берілгендігін айта келіп, бұл оқиғаға жан-жақты сараптау баға беру үшін тәуелсіз комиссияның құрылуын талап етуі болатын. Бұған дейін қазақ жастарына ұлтшыл деген қара күйе жағылып, қоғамдық пікірді оларға қарсы қою шарасы жүргізіліп келген еді. Бұдан кейін желтоқсан оқиғасын зерттеу жөнінде бүкіл одақтық комиссия құрылып, Мұхтар Шаханов соның мүшесі болады. Желтоқсан оқиғасына берілген бір жақты баға тоқталып, оған жан-жақты сараптама жасала бастайды. Сөйтіп, одақ қазақ елімен санасуға мәжбүр болады. Үшінші ерлігі ұлт санасынан өшіріліп, діни таңба басылып, 70 жыл бойы айтылмай келген Наурыз мейрамының халықпен қайта қауышуына мұрындық болуы. Сол кездегі Қазақ КСР Коммунистік партиясының орталық комитетінің басшысы Геннадий Колбинге арнайы барып, Наурыз мейрамының маңызы мен мәні жөнінде терең талдаулар жасап, оның сол жылы тойланып кетуіне бірден бір себептер болады. Ақынның төртінші ерлігі қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесіне қол жеткізуі. 1989 жылы Қазақ КСР жоғары кеңес депутаттары мемлекеттік тіл ретінде орыс тілі мен қазақ тілін қатар қабылдап жіберудің алдында тұрғанда, мінбеге көтерілген Мұхтар Шаханов, егер орыс тілі мен қазақ тілінің мемлекеттік статусы тең дәрежеде болатын болса, қазақ тілі орыс тілінің көлеңкесінде қалып қояды. Сондықтан да мен бір ғана тілдің, қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуын құптаймын және қайта дауысқа салуларыңызды өтінемін деген екен төрағаға. Сөйтіп қайта дауысқа салу нәтижесінде
қазақ тілі мемлекеттік статусына ие болды. Міне бұл Мұхтар Шахановтың соңғы 25 жыл ішіндегі жасаған ұлттық қайраткерлік сипаты. Бүгінде мемлекеттік тіліміздің ертеңі үшін шырылдап күресіп жүргенде Мұхтар Шаханов. Ал енді балалар, ақынның шығармашылығына тоқталайық. Әдебиетімізге 60-шы жылдары келіп, тырнақалды туындылары баспа бетін көріп, кейін жинақтары шыққан ақын, абай ақын бір басқа, Мұхтар басқа, мен де достым ендеше басқа болам, жол іздеймін әлі ешкім бастамаған деген екен бір өлеңінде. Иә, расында да ақын өлең өлкесінде өзіндік өрнектермен келді. Оның жаңашылдығы шығармашылығының әр қырынан көрініп отырды. Ақын үнемі ізденіс үстінде болды. Ол өзіне жаңа өріс, жаңа жол іздеуді жөн көрді. Ақынның бұл ерекшелігі оның шығармашылығын зерттеу еңбегіне арқау еткен зерттеушілердің де назарынан тыс қалмаған. Атап айтсам, Бақыт Кәрібаева да ақын шығармашылығына баға беруде оның шығармалар туралы былай дейді. Мұхтар Шаханов соңғы жылдардағы қазақ поэзиясына жанрлық, стильдік сипатта бірқатар жаңалға келген ақын. Біз Мұхтарды лирик дейміз бе, эпик дейміз бе? Екеуіне де неңіз бар. Эпик деуімізге болады, өлеңдерінің дені сюжетке құрылған. Баллада, поэмалары оның творчествосының негізгі тауарлары. Бірақ осы пікірмен тоқтап қала алмаймыз. Мұхтар эпик ақын дегенде, оның негізгі қасиеті тасада қалып қойғандай сезіледі. Ол ең алдымен мықты лирик қой. Эпика мен лириканы ұштастыруда ол өзінің талантын танытады, өзіндік жаңалығын енгізеді. 1966 жылы көптен күткен бақыт, 68 жылы адамгершілікті арқау еткен балладалар, 70 жылы ай туып келеді, 74 жылы қырандар төбеге қонбайды, 79 жылы ғашықтық, 82 жылы махаббатты қорғау, 88 жылы ғасырларды безбендеу атты жыр жинақтары жарыққа шығады. Мұхтар шығармаларының негізгі тақырыбы адамдықты, адалдықты, әділдікті, тазалықты, пәктікті паш ету, ездікті, зұлымдықты әшкерелеу болды. Ақын өлең жазып қана қоймай, драматургия саласына үлес қосқан. Осыған дейін махаббат таңы, көкейкесті, сенім патшалығы сынды пьесалары сахналанды. Уақыт бедерлері, зерде кітабы атты жинақтары орыс тіліне аударылған. Мұхтар Шахановтың өркениеттің адасуы, жазагер жады космоформуласы атты романдары ЮНЕСКО шеңберінде қаралып, әлемдік деңгейде қызу пікірталас тудырды. Оның шығармалары дүние жүзінің 50-ден астам тілдеріне аударылды. Автордың Шыңғыс Айтматовпен бірлесіп жазған Құз басындағы аңшының зары атты кітабы мен Сократты ескеру түні атты драмасы да бірнеше елдердің сахналарында көрсетілді. Қырғыз халқының халық жазушысы, қоғам қайраткері Шыңғыс Айтматов, ол жаңаша ойлау дүниесінің өрені. Менің пайымдауымша, мұндай өзгеше мән мазмұнға ие ақын бүгінге дейін күллі Азия әдебиетінде болған жоқ. Нақ осындай заңғар деңгейдегі ақын 20 ғасыр мен 21 ғасыр аралығында бой көтеруі керек ақ еді. Ол ақынның Мұхтар Шаханов екені даусыз деген болатын. Дағыстандық жазушы Расул Ғамзатов, Мұхтар Шаханов өзінің асқақ дүлей дәуірінің белсенді аружданы. Оны билік тұғырындағылар бағалай қояр ма екен? Бірақ мен осындай адамның өзіме жақын дос екенін мақтан етемін деген. Келесі кезекте біз Мұхтар Шахановтың марапаттарына тоқталайық оқушылар. Ақын өз елінің мемлекеттік дәрежедегі сыйлықтарынан, халық қаһарманы атағынан, орден медальдарынан жүйелі түрде бас тартты. Ол оны былай түсіндіреді. Отан біздің үлкен анамыз. Әркім өз анасына еткен қызметі үшін жылу дәметпеу керек. Отан да өзінің даралаған перзенттерін марапаттап отыруы шарт. Бірақ ол өте әділетті түрде шешім болуы тиіс. Қазір елімізде кез келген заңдастырылған немесе заңдастырылмаған ұрылардың ең кемі 2 орден, 3 медалі бар. Солардың қатарында болғым келмейді. Ал шет мемлекеттер ұсынған сыйлықтарды алатын себебім, ол перзентке көрсетілген, есепке құрылмаған риясыз құрмет,
сәл де болса республикамыздың рухани мәртебесін өсіреді дейді. Түркия, Әзербайжан, солтүстік Кипр мемлекеттері тағайындаған түрік әлеміне сіңірген ерен еңбегі үшін атағының иегері. 2002 жылы Мұхтар Шахановқа жазагер жады космоформуласы атты шығармасы үшін Калифорния ғылым индустрия білім және өнер академиясының Эйнштейн атындағы алтын медалімен Түркияның Гебзе қаласында түркі тектес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны атағы берілді. Нобель сыйлығының 100 жылдығында Нобельдің алтын медалімен марапатталды. Ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған сабағымыздың түйіні ретінде ақынның мына бір өлеңінен үзінді келтіруді жөн көрдім. Өткізбеймін ешкімге зорлығымды, түсірмеймін ешкімге көлеңкемді, заманымнан алғанша үлесімді, тоқтатпаймын тағдырмен күресімді деген. Бұл күнде азаматтығы мен поэзиясын күллі әлем мойындаған Мұхтар Шаханов ұлт тағдыры, тіл жанашыры болып, басын бәйгеге тіккен ұлтжанды ақындардың бірі ғана емес, бірегейі. Осымен балалар, ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Бірінші, ақынның өмірі мен шығармашылығына конспект жасау, қосымша мәлімет әкелу. Екінші, өркениеттің адасуы атты романынан компьютер басты жарты адамдар шығармасын берілген сілтеме бойынша оқып, тақырыбы мен идеясын ашу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.